Қайырлы күн достар, бүгін мен бірнеше адамды жұмыссыз ретінде тіркедім. Неге екенін білесіздер ме? Өйткені жақында қайтарымсыз 1 миллион 380 мың теңгеге өтініштер беру басталады. Оның алғашқы шарттарының бірі жұмыссыз ретінде тіркелген болу қажет, немесе ИП 3 жылдан аспаған болу қажет. Бұл ИП-ны ашу керек деген сөз емес. Екінші маңызды шартты білесіз бе? Білмейтін болсаңыз, мен сіздерді таныстырып өтейін. Ол төмендегі әлеуметтік санаттардың бірі. Көпбалалы отбасы, асыраушысынан айырылған жандар, немесе мүгедек бірінші, екінші топтағы мүгедектер, қандас азаматтар, АЭС алушылар, немесе мүгедек баланы тәрбиелеушілер. Осы санаттағы азаматтар қайтарымсыз 1 миллион 380 мың теңгеге өтініштер бере алады. Сондай-ақ достар, мен сіздерге қайтарымсыз 1 миллион 380 мың теңге алуға көмектесе аламын, және біздің міне төмендегідей қызметтерді сіздерге ұсына аламыз. Осы төмендегі қызметтердің бірі пайдаланып, қайтарымсыз 1 миллион 380 мың теңгенің иегері атаныңыз.